Ассалаумағалейкум қазақ елі. Bir qancha сұрақтар келіп түскен екен. Соған жауап берейін деген. Бұқаны қалай байлайсыз дейді да. Мына ала бұқа үшін алып айтсам, бірінші жіп мына жерге бекітіледі екен қалай болса да. Содан кейін мына жағы мынандай домалақтанады. Екінші жіпте солай, мына жағы былай қарай домалақтанады. Үшінші жіпте мынандай жіпте жөндеп аламыз да. Жаңағы мына домалақтан, мына жағындағы домалақтан өткіземіз де бұқаның мойнынан байлаймыз. Сонда қысқа үшікпен байланады. Мынаның үшін бұлай түйіп қойған дұрыс. Бұқа тынымсыз болса шешіп тастайды. Енді барлық бұқа негізінен осылай байланады. Міне тұрғанда осылай, жатқанда да арғылай қозғалып отырып барады. Жатып орнада ыңғайлы. Сосын сіз шөп бермейсіз ба дейді. Қарасағылы пас сайын алдында жем жатады ғой дейді. Мен міне сабан берем азанда бір түк. Бір түк мыналардан бір түк арпаның сабанынан қазір күшеме толықтар шашады. Анандай асып қалды. Бас кезінде 1,5 түк болатын. Одан әзір асыратын болғаннан осылай. Сосын режиміңіз қалай дейді. Азанда, міне қазір азанда бірінші очеретте осы сабан берем. Күн жылы кездері екінші очеретте осы сабан жеп болар болмасынан су құя салам. Жегені жеп болады, жемегені жаңағы суға ашыланады, су ішеді. Су міне кешелі бері боран, қар, мұз қатып отыр, қатты қалың болмаса насоспен. Анау құдықтан келіп, мынаған құйылады, мынадан әрбір шелекпен. Мына жерде шелек бар. Шелек бар. Шелекпен осыған құйылады. Түстен кейін қайта бір суарылады күн жылы кезде. Әзір бүгін 1-2 күн суық, кешке бірақ уақыт суарам. Бірақ күн жылы кезде режим өзгермейді. Сабан, су, жем. Сіздерге видео түсірейін деп арнайы уақыт бөліп жүрмін. Негізі мен осы уақытта ана жерде арпа мен бидайды қазіргі таңда 50-де 50, яғни 1-ге 1, бір мөлшек арпа, бір мөлшек бидайды жарып, дайындап, алдымен ана қораға жем тасимын, өйткені алдымен ана қораға шөп салып кеткем, сабан салып кеткем. Солай болады, кешкісінде солай. Алдымен ана қораны суарам. Содан кейін келемде жем жарып, соған күн беріп тастаймын. Содан кейін қайтадан жем жарып, мына қоранкін дайындап қойып барып суарам. Ана қоранкінде сол алдымен жем жарып дайындап алам. Барам да суарам. Суарасап боласап, дереу жем тасып төгіп тастап, қайта келіп жем жарып кешке. Қайтадан мыналарын су ішкене дайын қып. Дайында суарасап барып жемді сала салам. Бір күндік режим осы. Енді жемдері мейлінше алдына асып тұрады. Мынаның алдында кейбірі тауысқан, тауыспаған жемі бар. Енді оның үстіне жылы күндері, бүгін таңертең азанда су бермеймін. Жылы күндері оның үстіне су қоса салам. Су құя салам. Міне осы режим, осы бір күндік режим. Сосын бір күндері көенге кетіп қалсам, тағы не? Физикалық неме дейсіңдер? Физикалық аурумен неміне кетіп қалады дейді Құдай-ау. Больницаға жатып қалсам, бәрі сіздер үшін десеңіздер болды. Негізі сала беретін ештеңе жоқ. Бұқаларды тәуір салып жатырым. Ешқандай жаңалық болмағаннан кейін кеше көңілдеріңіз көтерілсін деп. Біраз мыналарға ат қойып қызықты болсын деп. Сөйтіп едім, біраз адамдарыңыз өзі қазағым чамкос бүкіт көрсетіңде шамданады, көрсетпесеңде шамданады. Ол негізі болмайды. Бұған сабыр керек. Мал байлауға сабыр керек. Сіз видеоны көргенге сабырыңыз жетпей жатыр. Сізден енді жақсы борыш шығады. Сізден болашақ күтуге болмайды чамкөстерден. Ол не үшін шамданады? Тікелей мен соның мұрнын қисық дедім ба? Қайын жұртың жаман дедім ба? Не дедім мен? Ештеңе дегем жоқ қой. Айтсам өзім ағылшындардың атын қойдым, спортсмендердің атын қойдым. Сіздің дүниеден хабарыңыздың аздығы жаңағындай спортшыларды танымауыңызға мен кінәлі емеспін. Айналып келгенде оны танымасаңыз, танитындарды кінәлауыңызға болмайды.
Сол. Сосын тағы айтарым бұйыртса, мына қоралар енді жаңалықтар. Қоралар жаз шығысымен өзгеріс енеді. Қандай өзгеріс? Көбісі қораң жұпыны, қораң іші лат дейді. Мен не үшін осыны жұпыны жасадым? Бірінші ауа айналысы жақсы болу үшін. Екінші қыста жылы жазда салқын болу үшін. Енді жаз шықса, ана жыртық тесіктің бәрін сылап, ана жарылып тұрған. Бәрін не ақ түске, не қызыл түске, не қара түске, опшым әкпен ба, сырмен ба өзгертем. Ал мына тамды құлатамын, алып тастаймын. Алдына тіреумен келе тұрады, жарғазмын. Жарық жеткіліксіз, мына қораң бұқалар анаған жетпейді. Соның үшін мына тамдарды алып тастаймын. Мына жерлерге қайтадан тіреу қоямын, тіреулерін құлатты. Бұл енді жаздың еншісінде. Мына жерді не үшін бетон қылмадың дегенде, ол мәңгілік ештеңе жоқ. Бетон қылсам, кейін таман мынаның ішіне өзгеріс енгізіп, тіреуін алып, басқа құрылысқа пайдалансам. Мысалы, мен биылдың өзінде мынаны құлатқалы жатырмын да, алмалы-салмалық. Егерде мынаны бетон қылып, басқа бірдеңе қылып, понтаментін осы жерден құйсам, онда менің өзгеріс енгізуіме ыңғайсыз болады. Ал енді қазір топырақ болғандығы себепті бұны күрекпен гене алып, алдын тіреп, күрекпен гене алып алғарай өзгертем. Яғни адам өзіне шығар жол қалдыру керек. Бұл қораны болды, мәңгі қора деген нәрсе жоқ менің түсінігімде. Бұйыртса мынаны бұқаны шығарып, астындағы полын жұлып ап, тазалап, реттеп, тіреуін жөндеп, тамын әктеп жіберсем, бұл әдемі ақша табатын цех болады. Любой түрлік жасайсың. Ұзыны 25 метр, ені 5 метр, ішінің енді. Сыртымен есептегенде 6, ішінің кеңдігі 5 метр. Бұл өте үлкен кеңістік. Гидропоник егесің ба, құс бағасың ба, саңырауқұлақ егесің ба, төбесіндегі ыңғайлы мынау түгел шипыр. Мен анаң шипырның өзін бұрама шипыр, бұранда шегестеттім. Шұрпа өрмен бұрап аласысам, шипыры да сынбайды, ағашы да сынбайды. Оны мен жалпақ басты шипыр шегені ұрып кіргізгем жоқ та, бұрап кіргіздім, бұрап шығарып аламын. Сол сияқты төбесін ашып жеріп мүмкін, төбесіне салапан жауып, теплис сағып жеретін шығарым. Соған мүмкіндік, соған жол қалдыру керек. Ал қазіргі таңда да жаман жұмыс жасап тұрған жоқ, өте ыңғайлы, өте бұқаға керекті. Күні толық жетпей жатыр деп жатырмын. Күні бар, жоқ емес. Ауа айналысы жақсы, жататын жері 2 қабат пол. Бірінші 5 сантиметрлік тақтай көлденеңінен бірақ қойып шыққан, бұлай ұзыннан. Төбесінде 2,5 сантиметрлік тақтай бұлайынан қойылған. Бұқаның астын полдайтын болсаңыздар, 1 қабат тақтайда жетеді, бірақ 5 сантиметрлік, 4,5 сантиметрлік тақтайды ұзыннан қойғандарыңыз дұрыс. Себебі көлденең қойсаңыз, кіші дәреті іркіліп қалады. Боғын тартсаңыз, жаңағы жерлерге тіреліп қалады. Осылайынан болса су ағып кете береді. Кіші дәрет іркілмейді. Және алдын биіктеу, артын аласалау қыласыз. Оны мен сізде айтылып жүр. Кешелі бері күн суық. Енді не айттым? Даму үшін осылай болу керек деп ойлаймын. Анау қораң неге олай, қораңды неге бетон қылмайсың, алдын неге бетон астау қылмайсың дейді. Оны бетон астау қылсам, кейін шағуым қиын болады. Мына ағаш керек болса, мына өрі стойкалардың астына да мен бетон құйғам жоқ. Күрекпен жан-жағын қасып қопарып жұлып ала салам. Мұны қара жерге қадалып тұрған темір мұны. Қара жерге қадай салған темір. Бұқалар жұлып алып кете алмайды. Ешқандай қисық-мисық болған жоқ. Енді желкеліктері қопарып тастап жатыр. Ол енді қопара бесін просто. Нөй жерде гене қалған, мынау әлсіз бұқаныкі гене қалды. Қалғаны әлі күшті бұқалар желкесі қышығанда үйкөп суаркасын шығарып жіберді. Оны да қайтадан суаркілейтін боламыз. Мынау енді кешегі жаңадан кірген бұқалар, қазіргі бұқаның жағдайлары. Астына мән бермеңіз. Кеше күн суық, боран, бүгінде күн суық, боран, оны тазалаймыз. Бәрібірде тазаланады. Енді бұқаның күйлерін көре көтіңіздер. Бүгін ұзақ видео түсіріп жатырмын. Анау чамкөс кісілер қатты шамдана бергеннің пайдасы жоқ. Мынау гаубор, мынау 1,5 жас, мынау жаңадан келген. Осылай негіз. Ал енді аман сау болыңыздар. Жалғас сұрақтар болса, не үшінге бүгін
Bir video men barlığını sündürüp kete almayım. Sebebi mal bordakçılау деген даму üstündeki, әлі дамитын, қатып қалған ережесі жоқ кәсіп. Бұның мақсаты біреу ғана арық малды алып, семірту және салмағын қостыру, оны жақсы ақшаға сатып, пайда табу. Бұл мақсат біреу ғана пайда табу. Оны қандай әдіспен байлайсың? Ол оныкі де дұрыс, сенікі де дұрыс, менікі де дұрыс. Тез арада, тезірек, көбірек ақша тапсаң болды, мақсат осы. Қалай семіртесің, ол бәрі бір. Соның үшін бұның қатып қалған ережесі жоқ. Менікі дұрыс, сенікі қате. Сенікі дұрыс, менікі қате деген әңгіме жоқ о жерде. Аман сау болыңыздар. Қалың елім, қазағым, қайран жұртым, ұстарасыз аузыңа тұстай мұртың деген сабырлыққа шақырам. Эмоцияға беріліп, ана мына сөздер кетіп жатыр. Оны Құдай өзі кешірсін. Сол күндей берсең көшіресің, үрлей берсең өшіресің. Артық мақтаудың да, артық беріліп боқтаудың да керегі жоқ. Жігітше нені көресің, солай болғаны дұрыс. Керегі жерін аласың, керек емес қалады. Зорлық жоқ. Аман сау болыңыздар.